Мен Бекенов Қайрат Балапанұлы 1966 жылы бұрынғы Көкшетау облысы, қазір Ақмола облысы, Зеренді ауданында дүниеге келдім. Сол жерде Зерендіде мектеп бітіріп, содан кейін барып 83 жылы Көкшетау Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институтының физика-математика факультетіне түстім. Соны физматты бітіріп, жұмыс істеп, мұғалім болып бір жылдай. Содан кейін барып Қарағанды заң университетін бітірдім, құқық мамандығы бойынша. Содан кейін барып Көкшетау экономика университетін магистр экономика. Сол білім бірнеше жылда сол өзімнің білімімді көтеріп, бірнеше салада жұмыс істедік. Ең бірінші мамандығым бойынша мұғалім болып бастадым. Содан кейін барып өмірдің енді ағымына байланысты біраз салада жұмыс істеп, міне 2004 жылдан бастап Қазпошта акционерлік қоғамы Ақмола облысы филиалында арнайы байланыс қызметі бар. Соның облыстық филиалының басшысы болдым. Содан кейін барып осы салада міне осы кезге дейін жұмыс атқарып жатырмыз. Осы кезде мен өзім Қазақстанның біраз облыстарында сол басшылық қызметтерді атқардым. Соның ішінде Қызылорда облысында, Батыс Қазақстан облысында, Павлодар облысында, Астана қаласында, сосын орталық аппаратта лауазымды қызметтерді атқарып, 21 жылы осы Ақмола облысын қайттан ашып, 15 жылы Ақмола облысы оптимизацияға байланысты жабылып, Астана почтамтына қосылғанда өздеріңіз білесіздер, 17-18 аудан бар. Соның барлығы бір жерден Астанада басқарылған. Бірақ та ол ыңғайсыз болғандықтан, сол орталық аппарат істеп жүргенде сол кішкене ұсыныстар жасап, облыс әкіміне сол 21 жылы Ақмола облысы қайттан аштық. 10 аудан, бір қала Степногорска. Қазіргі таңда осыған байланысты көптеген жұмыстар жасалып, іс-шаралар жасадық. Ақмола облысында сол 21 жылдан бастап сол директор жұмыс істеп жатырмыз. Мен осы салаға келуімнің ең басты себебі сол 2004 жылы осы жерде Қуаныш Рамазанов деген үлкен ағамыз деген сол кісі шақырып, осындай жұмыс бар еді деп. Содан келгеннен кейін почтаға бір не бар, бір келсең почтаға 3 жыл істесең, сосын істей бересің, әрі кете алмайсың. Сондықтан өзіме ұнады осы сала жұмыс істеу. Осы салада сосын біз біраз жетістіктерге жетіп, осы салада қалып қойдық. Почта деген не? Почта деген қазіргі жердегі қала мен ауылдың арасын қосып тұратын бір көпір сияқты. Өйткені статистика қараса, қазіргі кезде Қазақстанда 46% халық ауыл жерде тұрады. Сол ауыл жерде ол қаладағы сияқты қызмет түрлерін алу керек. Сондықтан почтаның ең басты мақсаты ауыл жерде тұратын біздің азаматтардың, әсіресе зейнеткерлердің толыққанды почта саласының қызметтерін алу керек. Почта саласы деген не? Почта саласы ол почта қызметтері, қаржы қызметтері, агенттік қызметтер, логистика бар. Өйткені өздеріңіз білесіз, қазір заманауи техникаға байланысты көп товарлар түрлерін интернет арқылы, сол интернеттен алған товарлардың бәрін біз почта саласының қызметкерлері ауыл жерге апарып береміз. Бізде қазір 137 біздің құрылымдар бар. Соның ішінде ауыл жерде 100-ден артық почта бөлімшелері бар. Ол бөлімшелердің 98% автоматтандырылған компьютерлер бар. Сол салада біз тек қана почта қызмет емес, қаржы қызметтерін көрсетеміз. Бұл айтатын болсақ, почта ауыл жердегі банк қызметтерін көрсетеміз. Екінші деңгейлі банктермен келісім арқылы агенттік қызметтер көрсетеміз. Ол жерде біз пойызға, самолетқа билеттер сатамыз, жаңағы агенттік қызмет арқылы лотерейлер сатамыз, сәтті жұлдыздың, тағы да басқа қызметтер көрсетеміз. Енді қазіргі кезде біздің пилоттық проектте 3-4 облыста мемлекеттік қызмет түрлерін көрсету почта бөлімшелерінде соны қолға алып, қазір пилоттық жүйеде жүріп жатыр. Ол өйткені ауыл жерде тұрған кісілер ертең бір құжаттары болатын болса, ауданға бармай, сол ауыл жердегі біздің бөлімшелерде қызмет түрлерін алады. Сондықтан осы жағдайда біз көп жұмыс жасалып жатырмыз. Тағы да екінші бір үлкен бағыт бұл халықаралық почта. Өйткені үлкен Amazon деген үлкен маркетплейстер бар. Сол арқылы көп біздің енді
жастар жағы содан өздерінің жаңағы керек заттарын алады, сол арқылы біз арқылы тасымалдаймыз. Сол үлкен логистикалық бізде неде Харбузда бондовый складтар бар, сосын үлкен логистикалық хабтар бар, үлкен Ақтөбеде, Алматыда, Астанада. Енді осы жағын тағы кішкене осы жағынан көп көңіл бөліп, халықаралық почта жағдайына көп көңіл бөліп жатырмыз. Содан кейін бар бізде өте көп көңіл бөлетіні әлеуметтік тұрақтылық. Әлеуметтік тұрақтылық не? Бізде мысалы 20 мыңға жақын қызметкерлер жұмыс істейді. Соның ішінде мысалы Ақмола облысында бізде тұрақты 800-дей, сосын шартты түрде тағы 250-дей. Мыңнан артық адам қызмет істейді. Олардың бәрі әлеуметтік тұрақтылық болса, жұмыс жағдайы жақсы болса, олардың күнделікті істеп жатқан жұмысы санитарлық жағынан болсын, техника безопасность жағынан болсын қамтамасыз етілген. Өйткені олар жұмыс істегеннен кейін өздерінің жалақысын алу керек. Оның бәрі бізде осы әлеуметтік тұрақтылыққа байланысты. Сондықтан осы жағдайда біз көптеген жұмыс істеп жатырмыз. Біз тек қана өзіміз емес, жергілікті органдар, акиматтармен, жаңа ішкі саясат бөлімдерімен тығыз жұмыс жасаймыз. Мынау өздеріңіз білесіз, хат-хабарлар, газеттер әлі оқиды. Қаншама осы мысалы ауыл жерлерде библиотекалар газеттер алады, соны жеткізіп беру уақытында жақсы. Міне мысалы Бұқпа газеті, осы жерде қазақша көп жазылады. Арқа жары, Көкшетау, Степной маяк, сосын Қазправда, Егемен Қазақстан, бүкіл газеттер. Сосын екінші шетелдің газеттерінде, Россияның, басқа жердің газеттерінде алып оқитындар бар. Оған да хат жазылады. Сондықтан бұрынғыдай тек қана телевидение, интернетте емес, газеттер әлі бар. Газеттерге жазылады, өйткені журналистер жазады. Мен ойлаймын, жергілікті жерге сол біз жаңа көпір деп отырмыз ғой, Қазпоштаның. Сол нық көпір әрқашанда болады деп ойлаймын. Ауыл жерде оқитын кісілер бар, жазатын кісілер бар. Жаңағы ауыл ел бесігі деген программалар бар. Соған біз де қатысамыз. Оның үлесіміз жергілікті жердегі әрбір почта бөлімшелерін сақтап қалу, сол жерде халыққа қызмет жасау. Осы жағынан көптеген жұмыс жасап жатырмыз. Енді бізде проекттер көп, шын айтса. Мысалы, ГЭП деген проект бар, гибридный электронный почта. Бұрынғы кезде мысалы мынау жол бұзу ережелерін мысалы ішкі істер қызметкерлері кісілер таба алмайтын. Біз арқылы біз жаңағы камераларға түседі, сол қаптарды біз апарып береміз. Сол үлкен проект. Сондықтан мен ойлаймын, проекттерден тағы да мынау өздеріңіз білесіз, супермаркет посылка дейміз, сәлемдемелер посылкасы. Ол да өте керемет бір үлкен технологиямен жасалған. Осы проекттер, екі проект. Мен орталық аппарат істегенде өзім жүргізген, Европадағы ең мықты проекттердің бірі болған. Европадағы. Сондықтан оған специально приздар алғанбыз. Қазақстанның почтасы өте үлкен деңгеймен дамып келеді, бірақ та кейбір қиын жағдайлар да бар. Бұл жерде айта кететінім, почта саласында енді еңбекақы кішкене аздау. Соған байланысты бізде осы 2-3 жылда көп жұмыстар жасалып жатыр. Қазір бізге жаңа басшы келген, Жанасова Әсел Жұбанышқызы өте көп жұмыс жасап жатыр. Жас, бірақ та жас болса да өте білімді, шетелде оқып келген, Кембридж университетін, Москва университетінің магистратурасын бітірген өте тамаша кісі. Сол өзінің шетелде алған білімін осы бізге қазір Қазақстанға енгізіп жатыр, осы почта саласына. Оның бастап келгеннен бастап ең бірінші сол жұмыскерлердің жалақысын көтеру. Былтыр 25%-қа көтерді, биыл жылдың басында 25% жалақы өсті. Соған байланысты кішкене жұмыс істеп жатқан біздің қызметкерлеріміздің көңіл-күйі көтерілді. 2021 жылы ашылған кезде бізде 90% жастар болды. Өйткені бүкіл отделдарды қайттан құрдық қой, бухгалтериядан бастап. Соның 90%-тің жастардың келген. Соның почти 80% қалды. Кейбіреулер енді өз жағдайымыз кетеді, жалақыға байланысты. Бірақ істеп жатқан жастар өте оптимистер, өз жұмыстарын жақсы біледі, үйреніп деген сияқты. Бірақ жастарға айтатыным ең бастысы, почта саласында кейбіреулер білмейді. Почта деген ол қазіргі банк. Бізде бүкіл қаржы қызметтері түрлері жүреді. Бізде депозитный базада бар, коммунальный услугаларды аламыз, валютный операциялар бәрі істелінеді. Тек қана кредитование несие беру екінші деңгейлі банктер арқылы.
қалған енді жастарға айтатын, сол осы қандай да болса да, қызмет болса да, ең бірінші жақсы білім алып, содан кейін барып жұмыс орнында тиянақты еңбек істесе, үлкен жетістіктерге жетуге болады. Мысалы бізде есе айтатын болсақ, міне қазір почтаның сыртына шықса, үлкен мемориальный доска қойдық. Айтуғанов Қапар Сүлейменович деген. Ол кісі 40 жылдан артық почта саласында қызмет істеген, Совет үкіметі кезінде осы ғимарат салу, Еркін Нұржаныш Әулібеков осы тапсырма берген, осы зданияны салуға 75-ші жылы. Сол кісі басқарып осы ғимаратты салған. Сондықтан біз ойлана келе ол кісінің былтыр айтқан 85 жасында соған балалармен келісіп мемориальный доска қойдық, тақта қойдық. Ертең білсін деген сияқты. Ең бірінші 93 жылы почта бөлім шыққанда бірінші директор болған осы жерде. 40 жылдан артық қызмет істеген. Сондықтан ол кісінің енді жастарға өнеге болсын деп, осындай кісілер бізде қызмет жасады деп, әдейілеп мемориалды тақта орнаттық. Жастардың айтып отырғаны сол, жастарға осындай біздің ағаларымыз сияқты үлкен азамат болса, еліне еңбектері сіңсе, үлкен жетістіктерге жетсе, тамаша